Күндеріміз батушы еді салқын лепті, таңдарымыз атушы еді жалпын детті, ішімдікке салқиып әкем мас болып, сабаушы еді сұм көргендей шалпыменен. Ал адамшы зұлым қарап іспей нетті, араша боп арамызға түспей кетті. Ол қорғаудың орнына жабыла ұрып, қайнатушы зығырдан қап іштей кетті. Шарасыз боп күн кешті мендігімен, көмек күтем құтқаратын енді кімнен. Тым құрса сау кезінде көңіл бөлмей, уақыт өтті телефонға телмірумен. Сөмкемді алып кетуші мектепке мен, жол жоқ жүзімде амалсызбын. Тосушы еді жігіттер төмпештеген, күйім кешіп тұратын шарасызды. Сыныптастар ортаға салушы еді, косячит деп айыпты жағушы еді. Старшыға берер тыйым болмаған соң, өлесі қылып сабап алушы еді. Үміт үзіп өмірден түңілгенде, күрт төмендеп бағаларым кете барды. Мазасыз күн, сағаттар, минут өтіп, әрбір сәтім қасіретпен жетек алды. Үрей салды шарасыздық сұмсан еске, түңілгендей тағдырымда бал күйімнен. Күйге түстім бесіктегі жас нәресте, айрылғандай амандың әлдейінен. Өмірменен бас кешкендей мағыналы, олай болса өмірге келдім неғып. Бір тұтанып, үміт оты жағылмады, күтер үстім барлығынан өлгім келіп. Қиындыққа одан әрі шыдамадым, осы болды сынғаным, құлағаным. Шарқ ұрып шарасыз боп күй кешкенде, шарапатын сездім сіздей мұнараның. Жай күйіме түстіңіз жанашыр боп, ақ қараның ара жігін ажыратып, күйге түсіп жүргенде алысырып, әз басымнан өткенде қашып уақыт. Шақырттыңыз оңаша бір кабинетке, жеке өзі келсін деп сіз батыл үнмен. Болып жатқан жай күйімді тыңдап болып, жылу сыйлап жібердіңіз ақыл үнмен. Мақтаныңыз нұрға толып дидарыңыз, естігенде елең етіп атымды жұрт. Ең ғаламат үмітті сыйладыңыз, ең алдыңғы партаға отырғызып. Мектеп кітапханасын мекендей қып, ұлабайдың тереңін байлап жүрдім. Сіз сыйлаған кремді жақтымдағы, бәтеңкемді жылтыратып майлап жүрдім. Жол аштыңыз өмірге түнектерсіз, періштемдей көріндіңіз ең кемінде. Ата-анама алғыс хат жіберіпсіз, қалалық олимпиада жеңгенімде. Білесіз бе, үйге келсем мәз-мейрам боп, алғыс хат бар ата-анам бақыт денді. Жылай-жылай кешірім сұрады да, ең алғаш рет құлыным деп уақыт бөлді. Жүргізуші болдым мен көп концерттерде, президенті атандым мектебімнің. Әкем өзі мектепке тасымалдап, анам сөйтіп маңдайдан шеттеп ұлым. Міне солай шәкірттік ләззат алып, тұлға болдым игілердің арасында. Отбасым бар, кәсібім бар, адал тапқан, сіз көрсеткен ізгі жолдың арқасында. Мың сан алғыс, ардақты асыл ұстаз, бар жақсылық атауының рас үлгісі, өркенімнің өсуіне жол көрсеткен ұстаз деген бағдаршамның жасыл түсі.